Бүгін мен сіздерге кішкентай балаларға арналған ойынды көрсетемін. Бұл ойын 2 жасар 3 жасар балаларға арналған. Бірінші, оған 4 түсті фломастер және 3 қақпақ пен ыстық желім қажет болады. Қақпақтардың түстері светофордың түсімен бірдей болуы қажет. Ең бірінші, А4 параққа светофордың суретін сабаламыз. Салып болғаннан кейін үстін фломастермен бастырып шығамыз. Бастырып болғаннан кейін оны бояймыз. Ең бірінші жасыл түспен, екінші сары түспен бояймын. Әрине, ең соңғы свет қызыл түс. Бояп болғаннан кейін шет-шеттерін бояймыз. Шет-шеттерін бояп болғаннан кейін ортасын бояймыз. Келесі кезеңге ыстық желімнің көмегі керек болады. Қақпаққа ыстық желімді жағып аламыз. Сосын оны түсіне сай жабыстырамыз. Дәл осылай 2 қақпақты да жабыстырып аламыз. Бұны балалар бірінші ата-аналары қақпақтарын шешіп береді. Шешкеннен кейін оны балалары өздері тура осылай қайтып бұрап салу керек түстеріне сай. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Бұны үйде жасап көріңіздер.